Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазыұлы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы карта туралы жалпы түсінік, карта түрлері. Сабағымыздың мақсаты карта туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Сабағымыздың барысы туристік спорттық бағдарлау жарыстарында қандай карталар пайдаланылады? Спорттық картадан топографиялық картаның айырмашылығы неде? Масштаб дегеніміз не? Туристік спорттық бағдарлау жарыстарында қандай карталар пайдаланылады? Еліміздегі туристік спорттық бағдарлау жарыстарында 1-25 мың және 1-50 мың масштабтағы топографиялық карталардың қара ақ фото көшірмелері бойынша өткізіледі. Спорттық бағдарлауда дамыту үшін спорт түріне арнайы жасалған карталарды жасауды қажет етті. Өйткені мұндай карталар ауданды жарыстарға пайдаланудың қажетті шарты болып табылады. Спорттық картадан топографиялық картаның айырмашылығы неде? Топографиялық карта көлденең цилиндрлік проекциядағы жазықтықта жер бетінің бір бөлігінің кішірейтілген және жалпыланған бейнесі. Топографиялық карталар жергілікті жерді зерттеуге, оған бағдарлауға, инженерлік құрылыстарды жоспарлау және жобалау кезінде шаруашылық, қорғаныс және ғылыми зерттеу сипатындағы міндеттерді шешу кезінде өлшеулер жүргізуге арналған. Масштаб дегеніміз не? Жер бетін қағазға кішірейтіп түсіргендегі сандық қатынасын айтамыз. Топографиялық карталардың мақсаты және дәлдікке қойылатын талаптар адамның шаруашылық қызметі объектілерін ормансыз ашық жерде мейлінше егжей-тегжейлі және сенім түрде бейнелейтіндігін көрсетеді. Бағдарлау үшін үлкен қызығушылық тудыратын орманды аймақ аэрофото түсірілім сияқты қолданылатын технологиялардың арқасында жан-жақты және схемалық түрде бейнелеуге болады. Спорттық карталар үшін 1-15 мың және 1-10 мың масштабтары қолданылады. Яғни 1 сантиметрде 150 немесе 100 метр болады. Кейде үлкен масштабтар қолданылады, мысалы саябақты бағдарлау. Ал 1-20 мың шкаласы әлде қайда аз қолданылады. Спорттық картамен кескінделген аумақ елді мекенді жарыстар үшін пайдаланудың орындылығымен анықталады және жергілікті жердегі бағдарлармен шектелуі мүмкін. Карта парағының жұмыс алаңы аудан бейнесімен қамтылған. Компасты пайдаланудың ыңғайлылығы мен жылдамдығы үшін магниттік меридиандардың сызықтарымен сызылады. Олардың арасында қашықтық жергілікті жерде 500 метрге сәйкес келеді. Масштаб 1-10 мың және одан да үлкен карталар үшін 250 метрге дейін рұқсат етіледі. Картадағы барлық жазулар осы сызықтарға перпендикуляр орналасқан.